Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Атасу жалпы білім беретін мектебінің математика физика пәнінің мұғалімі Әлжанова Айдана Азаматовна, санатым педагог модератор. Сіздерге бүгін қызық сабақ жобасы аясында келесі тақырыпты ұсынғалы тұрмын. Яғни квадраттық теңдеулерді шығарудың тиімді әдістері. Оқу мақсаты квадрат теңдеулерді шешу. Осы оқу мақсатынан бізде сабақ мақсаты шығады. Яғни квадраттық теңдеулердің түбірлерін табудың тиімді тәсілдерін қолдану арқылы есептер шығарады. Қазіргі таңда бізде сабақтардың бөлімдеріне жасанды интеллектіні кіріктіру өзекті болғандықтан сіздерге шағын видеомды көрсеткелі тұрмын. Назар аударып қарасаңыздар болады. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Атасу жалпы білім беретін мектебінің математика физика пәнінің мұғалімі Әлжанова Айдана Азаматовна сіздерге қызық сабақ жобасы аясында квадраттық теңдеуді дискриминация шығару тақырыбын ұсынғалы тұрмын. Сабағым сіздерге түсінікті әрі қолжетімді болатынын сенімдімін. Енді біз осы квадраттық теңдеулерді шығарудың тиімді әдістеріне көшсек. Яғни бірінші бізде берілген квадраттық теңдеу бұл 7х квадрат азайтылған 5х азайтылған 2 тең болады 0-ге. Бұны оқушылар көбінесе дискриминантты пайдаланып түбірлерін тауып жатады. Енді бұл жерде дискриминантқа салмай-ақ тиімді тәсілі бар. Яғни бұл жерде бізде А бірінші коэффициент 7-ге тең, екінші коэффициент Б минус 5-ге тең, бос мүше С минус 2-ге тең, білетіндеріңізде. Енді бұл жерде біз не істейміз? Қазір 1 минут. Бұл жерде біз 7-ден азайтамыз 5-ті, одан азайтамыз 2-ні. Яғни 7-ден 5-ті алғанда 2, 2-ден 2-ні алғанда бізде тең болады 0-ге. Яғни осындай жағдайда 0 шығатын болса бізде түбірлерін табудың тиімді тәсілі. Яғни x1 тең болады минус 1-ге, x2 тең болады минус 2-нің 7-ге қатынасына тең. Яғни жалпы формуласын жазатын болсақ, бұл жерде ax квадрат қосылған bx қосылған s тең болады 0-ге. Яғни формула бойынша бізде x1 әрқашанда минус 1-ге тең болады, ал x2 бізде минус s-ның a-ға қатынасына тең. Яғни минус s дегеніміз бұл жерде 2, ал a дегеніміз 7-ге тең. Сонда бізде екі түбірі де дискриминантсыз табылды. Енді бұл жерде дискриминантпен де тексеріп шығаруымызға болады. Яғни қалай? Дискриминанттың формуласы бізде d тең b квадрат минус 4ac. Яғни осы дискриминанттың орнына қойып есептек. Бұның орнында бізде минус 5, минус 5-тің квадраты 25, минус 4 көбейтілген a-ның мәні 7-ге тең, көбейтеміз минус 2-ге, яғни дискриминантпен есептеп көрейік. b квадрат минус 4ac. Яғни d тең минус 5-тің квадраты 25, минус 4 көбейту 7, көбейту минус 2. 25, яғни мына минус пен мына минус көбейтілгенде плюс болады. 4-ті 7-ге көбейтеміз 28, 28-ді 2-ге көбейтеміз 56. Сонда бізде 25-ге 56-ны қосқанда 81 шығады. Енді осы жерден біз екі түбірді тауып алайық. Яғни бірінші түбір формула бойынша
бірінші түбір 5 плюс минус дискриминант бізде жаңа 81 шықты, ол түбірде шығарғанда 9 болады. 2а, яғни мына жерде 14. Сонда 5-ке 9-ды қосамыз 14, 14-ті 14-ке бөлеміз, тең 1-ге. Келесі x2-ні есептейік. 5 минус 9 бөлімінде 14. Сонда минус 5-тен 9-ды алғанда 4 бөлімінде 14. Мына бөлшекті қысқартуға болады бізде. Минус 2-ге қысқартсақ 2, 7-тен 2. Жаңағы бастапқыда түсіндірілген тәсіл бойынша бізде осы жауаптар шықты. Яғни x1-іміз бізде 1-ге тең болды, x2-іміз минус 7-тен 2-ге тең болды. Келесі есеп. Келесі есеп. 7x квадрат азайтылған 13x қосылған 6. Яғни бұны да барлық A, B, S коэффициенттерінің қосындысы 7 азайтылған 13 қосылған 6. Енді қарайық, 7-тен 13-ті азайтқанда минус 6, минус 6 плюс 6 бізде нені береді? 0-ді береді. Сонда біздің x1-іміз 1-ге тең, ал x2-іміз бізде 6-ның 7-ге қатынасына тең. Енді осыны дискриминантпен есептеп тексеріп көрейік. Минус 13-тің квадраты 169, минус 7 көбейтілген 6 көбейтілген 4. 169 азайтылған бізде 168 болады. Мына үшеуін көбейтіндісі 168. Сонда дискриминант 1-ге тең болды. Енді x1-ді формулаға салып есептесек, 13 плюс минус 1 14-ке қатынасына тең. x1, 2 дейік жерде. Сонда 13-ке 1-ді қосамыз 14. 14-ті 14-ке бөлеміз 1. Бастапқы 1-іміз біздің шықты. Келесі x2-ні есептесек. x2-ні есептесек 13 азайтылған 1 14-ке қатынасы. Сонда 13-тен 1-ді алғанда 12, 14. Енді осы жерде қысқартатын болсақ, 2-ке қысқарат, 12-ні 2-ке бөлгенде 6, 14-ті 2-ке бөлгенде 7. Мұна алғашқы әдіспен есептеген түбірлеріміз дискриминантпен да тексеріп көргенде бізде бірдей түбір шықты. Сонда бізде алғашқы бірінші әдісіміз түсінікті және тиімді әдіс деп есептейміз. Келесі мысал, келесі квадраттық теңдеу бұл 15x квадрат қосылған 17x қосылған 2. Енді бұл жерде мына бірінші коэффициентпен бос мүшенің қосындысы b-ны беретін болса, оның да бір шығарудың тиімді әдісі бар. Яғни ол жерде a қосылған b тең болады с-ға. Яғни a дегеніміз бұл жерде біздің 15 қосылған 2 тең болады 17-ге. Яғни 17-ге. Біздің b-ның мәні, мына жерде керісінше болып кетті ғой. A қосылған с тең болады b-ға. Яғни 15 қосу 2 тең болады 17-ге. Яғни міне b-ның мәні 17 болып тұр. Бізде бірінші коэффициентпен бос мүшенің қосындысы 17-ні беріп тұр. Енді бұндай жағдайда бізде x1-іміз минус 1-ге тең болады, ал x2-іміз минус 2-ның 15-ке қатынасына тең. Яғни формуламен жазатын болсақ, x1-іміз әрқашан минус 1-ге тең, ал x2-іміз минус с-ның a-ға қатынасына тең. Яғни бұны дискриминантсыз ақ осындай түрде шығаруға болады.
Келесі мысал. 9х қосылған 20х қосылған 11. Яғни бұл жерде де көрейік. А мен С-ның қосындысы бұны берем екен. Яғни 9 қосылған 11 тең болады 20-ға. Яғни бізде екінші коэффициент 20-ға тең болып тұр. Бірінші коэффициентпен бос мүшенің қосындысы сол 20-ны беріп тұр. Сонда бізде бірінші түбірі минус 1-ге тең, екінші түбірі минус 11-дің 9-ға қатынасына тең болып тұр. Сонда енді бұны дискриминантпен тексеріп көрейік. Дискриминантпен шығаратын болсақ, 20-ның квадраты бізде 400, азайтылған 9 көбейтілген 4, көбейтілген 11. Енді есептесек, 400 азайтылған 396 тең болады 4-ге. x1, x2-ні есептейтін болсақ, формула бойынша ана жерде бізде минус 20 плюс минус 4-тен түбірден бізде 2 шығады. Мына жерде 18. Минус 20-дан 2-ні қосқанда минус 18, минус 18-ді минус 18-ге бөлгенде бізде минус 1 шығады. Және де минус 20, минус 22, минус 22-нің 18-ге қатынасы. Енді осыны біз қысқартатын болсақ, 2-ге 22-ні 2-ге бөлсек 11, 18-ді 2-ге бөлсек 9. Яғни алғашқы тиімді тәсілмен шығарғандағы түбірлер дискриминантпен есептегенде де шығып тұр. Сонда бізде тиімді тәсіліміз тез шығарылатын, яғни уақытты үнемдейтін тәсіл бірінші тәсіл. Келесі 5х квадрат қосылған 3х азайтылған 2. Енді бұл жерде қалай істейміз? Бұл жерде де жаңағы тәсілге салып көрейік, я? А қосылған С тең болады Б-ға. Яғни А-ның орнында бізде 5, қосылған С-ның орнында минус 2. Яғни на плюс пен минус таңбалар ережесі бойынша бізде минус болады, тең болады 3-ге. Яғни бізде 3 дегеніміз мынау Б-ның мәні. Сонда бізде түбірі қалай болады? x1 тең болады минус 1-ге, x2 тең болады минус С-ның аға бөлінісіне тең. Сонда 2-нің 5-ге қатынасына тең болады. Дискриминантпен шығарып көрсеңіздер де тура осындай жауап шығады. Келесі есеп. 2х квадрат қосылған 7х қосылған 6. Яғни бұл жерде мына 2х квадратты былай жазып алуға болады. 2х көбейту х. Яғни 2х-қа х-ті көбейтсеңдер 2х квадрат шығады. Одан кейін 6-ны біз 2 санның көбейтіндісі түрінде алуымызға болады. Яғни ол 3 пен 2-нің көбейтіндісі. Енді осы жерде мына 2х пен 2-ні көбейткенде 4х. Мына 3 пен х-ті көбейткенде 3х. Сонда бізде тең болады 7х-қа. Яғни бізде екінші коэффициенттің мәні 7-ге тең. Екінші коэффициентіміз шықты, енді ары қарай оны теңестіреміз. 2х қосылған 3 тең болады 0-ге. Бұл жерде 2х тең 3-ті оң жағына көшіреміз, ол минус таңбасымен көшеді. Сонда минус 3-ті 2-ге бөлгенде бізде минус 1,5 шығады. Келесі, енді х қосу 2, яғни мына жерде таңба оң, плюс. Келесі, х қосу 2 тең болады 0-ге. х тең минус 2. Сонда біздің 2 түбіріміз шықты. Бірінші түбір минус 1,5, екінші түбір минус 2. Яғни 2 түбірді біз дискриминантсыз ақ шығардық, өте тиімді және уақытқа үнемді. Келесі, 5х квадрат азайтылған 11х азайтылған 12х. Яғни 5х квадратты біз қалай жазып алуымызға болады? 5х көбейту х. Яғни 5х-ті х-ға көбейткенде бізде бастапқы 5х квадрат шығады. Ал енді 12-ні нешемен нешені көбейтіндісі түрінде алуға болады?
минус 12-ні 4 пен минус 3-тің көбейтіндісіне түрінде алуға болады. Енді бұл жерде 5х пен минус 3-ті көбейткенде минус 15х, 4 пен х-ті көбейткенде 4х плюс 4х, сонда минус 15х плюс 4х бізде минус 11х. Бастапқы бізде минус 11х-іміз шықты. Енді теңестіреміз. Яғни 5х қосылған 4 тең болады 0-ге. 5х тең болады минус 4, х тең болады минус 4-тің 5-ке қатынасына тең. Енді келесі х минус 3 тең болады 0-ге. Х тең 3-ке. Яғни мынау бірінші түбірі, мынау екінші түбірі. Дискриминантсыз ақ тиімді тәсілмен есептедік. Келесі 4х квадрат қосылған 4х минус 3. Яғни бұл жерде құрметті көрермендер, бұның мәніне назар аударсақ, бұл жердегі бұның мәні бізде жұпсан. Ондай жағдайда қалай істейміз? Яғни бізде мынандай формула бар. Б тең 2к. Яғни жұпсан болғанда бізде келесідей формуланы қолданамыз. x1, x2 түбірін табу үшін, яғни 4-тің, мына жерде к-ны табу үшін біз 4-ті 2-ке бөліп жібереміз, сонда 2 шығады. Яғни минус, формула бойынша бізде минус 2-нің квадраты, 2-нің квадраты, дискриминантын табамыз. x1, x2 тең болады минус 2, дискриминант минус 2-нің квадраты, минус асы, яғни аның орнында 4, оған көбейтеміз 3-ті. Мына жерде 4 болады, яғни бұда а ғана болады. Сонда минус 2 плюс минус, мына жерде плюс минус, 2-нің квадраты 4-ке тең. Мына жерде минус болғандықтан формулада да минус, мына жерде минус плюс болып кетеді. Сонда 4-ке 12-ні қосқанда түбір астында 16 бөлімінде 4. Енді әрі қарай есептейтін болсақ, минус 2 плюс минус, түбірдің астында 16-тан бізде 4 шығады. Сонда минус 2, минус 4, минус 6, минус 6-ның 4-ке қатынасы. Келесі минус емес 2-нің 4-ке қатынасы. Сонда бізде мына жерде қысқартуға болады. 6-ны 2-ке бөлсек 3, 4-ті 2-ке бөлсек 2. Мына жерде де қысқартуға болады. 4-ті 2-ке бөлеміз 2, 2-ні 2-ке бөлеміз 1. Сонда бізде 2 түбір шықты. Мына 3, бұны минус 1,5 деп жазуымызға болады. Яғни 3-ті 2-ге бөліп жібердік. Яғни бұл жерде де толық 4-ті алмай-ақ, дискриминанттың орнына оны қысқартып 2 деп алуға болады. Келесі мысалымыз, соңғы мысалымыз. Мына жерде де бізде екінші коэффициенттің мәні бізде жұпсан. Яғни бұл жерде дискриминантын есептейік. Яғни оның жартысын аламыз. 8-дің жартысы бізде минус 4. Формулада минус болғаннан кейін біз минус қойдық. Плюс минус дискриминантын есептейміз. 4-тің квадраты 16, қосылған 4 көбейтілген 12. Мына бөлімінде 12 болады. Сонда минус 4 плюс минус 4-ті 12-ге көбейтеміз 48. 48-ге 16-ны қосамыз. Түбір астында 64 шығады. 12 тең минус 4 плюс минус. Яғни 64-тен түбір бізде 8 шығады. Бөлімінде 12. Минус 4, минус 8 бізде минус 12. Бөлімі минус 12. Сонда минус 12-ні 12-ге бөлгенде бізде минус 1 шығады. Келесі минус 4 плюс 8. Яғни бұл жерде бізде 4 шығады. Бөлімінде 12 шығады. 4-ке қысқартып жіберуге болады. 3-тен 1. Яғни осындай, егерде бұның мәні бізге жұпсан болса, осы әдіспен шығаруға болады. Енді ол әдістің формуласын жазатын болсақ,
минус к плюс минус түбірдің астында к квадрат минус АС, АС-ның аға қатынасына тең. Яғни бұл жерде x1, x2-ні тапқанда осы формуланы қолдануға болады. Яғни x1, x2. x1, x2-ні тапқанда осы формуланы қолданамыз. Яғни k дегеніміз бұл жерде b-ның, яғни b тең 2 еселенген k-ға. K-ның орнында бізде ізделініп отырған сан. Яғни b-ны табу үшін біз 8-ді 2-ге бөліп жүрдік. Сонда бізде k-ның мәні шықты. 8-ді 2-ге бөліп жүргенде бізде неше шығады? 4 шығады. Яғни осы формуламен шығарған өте тиімді. Рахмет назарларыңызға.